Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сырный суптың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға сары май, кейін көбіктап туралған пияз және сәбізді жақсылап қуырып, татына қарай тұз, бұрыш, приправаларды қосып қуырамыз. Кейін қуырылғаннан кейін тауық еті, оны да жақсылап қуырамыз. Және де көбіктап туралған картопты салып, барлығын жақсылап араластырып, үстінен су құямыз. Кейін жаңағы картоп пен тауық еті піскеннен кейін осындай ұсақ вермишельдерді саламыз. Ол піскеннен кейін бір ас қасық көлемінде плавленый сыр салып, жақсылап араластырып, бетіне аз көк сеуіп ұсына берсеңіздер болады. Өте жеңіл, жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.